Кодекстің 112 бабында бұқаралық ақпарат құралдары және онлайн платформа пайдаланушылар арқылы сайлау алдындағы үгітті жүргізудің шарттарын бұзған үшін жауаптылық көзделген. Құқық бұзушылықтың бұл түріне мыналар кіреді. Бұқаралық ақпарат құралдарының сайлау науқанын объективті көрсетпей, олармен байланысты оқиғалар мен фактілерді бұрмалау. Бұқаралық ақпарат құралдарының және онлайн платформаларды пайдаланушылардың кандидаттың немесе саяси партияның абыройына, қадір қасиетіне және іскерлік беделіне көрінеу нұқсан келтіретін үгіт материалдарды немесе өзге де ақпараттарды жариялау. Сондай-ақ теріске шығаруды тегін жариялануына мүмкіндік беруден бас тартуы. Және осы сияқты басқа да жауапкершіліктер көзделген. Мұнда ең бір маңыздысы өздеріңіздің назарларыңызды аударғым келеді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске былтыр қарашада енгізілген түзетулерге сәйкес, енді осы бап бойынша кандидаттың немесе саяси партияның ар-намысына, қадір қасиетіне, оның іскерлік беделіне қасақана нұқсан келтіретін үгіт материалдарын жариялаған үшін тек қана бұқаралық ақпарат құралдары ғана емес, сондай онлайн платформа пайдаланушылар да жауапкершілікке тартылатын болады.